Nimasi balani zer yok. Sırar yok bu yerde. Evet. Саша. Или рядом. Именно сол китайский посолствоның алдына келсеңіздер болды. Вызов қабылдады, он 1-0-0. Айтыңызшы, тез келсінші, мына кісінің жағдайы нашар. Адам бар, сол кісі білегіне 6 ашинасы бар, зат тағып шыққан еді. Мына консулдың алдына келіп тұрғанымызға 32 күн болды, 32 күн. Мына төрімізде отырып, өзінің жауыздығын істетіп, міне дыбыс орайтқышты қойып қойып, біздің үнімізді басуға тырысып отыр. Кімбіз біз қазақ болғанымызға кінәліміз ба? Ассалаумалейкум, баршаларыңызға қайырлы күн. 1 ай 2 күннен бері Алматыдағы Қытай консулдығының алдында өздерінің наразылығын жалғастырып келе жатқан апалар мен тәтелер, әпке қарындастар бүгін тағы да келді. Бүгін 2021 жыл наурыз айының 11 жұлдызы. Бүгінгі мынау күннің суығына қарамастан бұл кісілер өздерінің наразылықтарын әлі де жалғастырып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, 2017 жылдан басталған Қытай геноцидінде тап болған осы кісілердің отбасы мүшелері. Біреулерінің ағасы, біреулерінің інісі, біреулерінің балалары, бір кісілердің күйеулері жазықсыз Қытай түрмесінде сотталып отыр. Өздеріңіз білесіздер, ең кем дегені 5 жылдан, жоғарғысы 25 жылдан сотталған кісілер бар. Немесе өзінің жаза мерзімін өтеп, Қытайдың жаласымен жабылған сот мерзімін өтеп шықса да әлі күнге шейін Қазақстанға жібермей, паспорттарын, толық құжаттарын бермей, Қазақстанға жібермей, қамақта ұстап отырғандарын да білесіздер. Бұл кісіні білесіздер, бұл кісі Фарида Қалыбекқызы тәтеміз. Бұл кісінің күйеуі Зейнолла Рақжан ағамызды Қытай үкіметінде 17 жылдан бері Қазақстанға жібермей келеді. Бұл кісі де 17 жыл бойы күресіп келеді. 17 жыл, бір жыл емес, бір ай емес, 17 күн емес, 17 жыл. 17 жыл бұл кісінің асыраушысы Қытайда, балаларын өзі асырап, өте қиын жағдайда өмір сүріп келеді. Мынау Қытай консулдығының алдына шығып, өзінің наразылығын білдіріп, Қытай үкіметінен бұл кісі де өзінің күйеуін тез арада жіберуін қатаң талап етіп келе жатқанына мінекей 1 ай 2 күн болды, яғни 32-33 күн болды бұл кісілер Қытай консул алдына шыққанына. Бұл кісілер жалпы бүкіл әлемдік халықаралық адам құқықтар қорғау ұйымдарынан, өзіміздің мемлекетіміздің президентінен, елбасынан, Нұр Отан партиясынан, сыртқы істер министрлігінен бәр жерден көмек сұрап келді. Әлі де көмек сұрауын жалғастыруда. Сонымен қатар Қытай үкіметінен өз жақындарын тез арада Қазақстанға жіберуін қатаң талап етіп келеді. Дегенмен бүгінгі дейін әлі нақты нәтиже жоқ. Бұл кісілер сонда да өздерінің үміттерін үзбей, өздерінің өтініштері мен наразылықтарын әлі де жалғастырып келе жатыр. Бұқаралық ақпарат құралдары ылғи да келіп бұл кісілерден сұхбат алып, бұл кісілердің жағдайын әлемдік ақпаратқа шығарып отырады. Өздеріңіз көріп тұрған мына кісілер Азаттық радиосы. Менің байқағанымда бүгінге дейін бұл кісілердің жағдайын ақпараттық әлемге шығарып отырған осы Азаттық радиосы. Біздің өзіміздің отандық телеарналардан бірнешеуіне хабарласқанбыз, бірақ ол кісілер келуден бас тартты, немесе келе алмайтынын айтты, немесе бұндай ақпаратқа өздерінің келіп ақпарат алмайтындықтарын айтты.
Өткенде bir рет КТКТ арнасы келген. Оны өздеріңіз көрдіңіздер. Ал одан басқа осы Азаттық радиосына келіп бұл кісілерден ақпарат алады. Басқа ешкім келгенін көрген емеспін. Апа, қалыңыз қалай? Бүгін енді 1 ай 2 күн болды сіздердің осы Қытай қосының алдында тұрғандарыңызға. Күннің суығына қарамай, мынау жердің қарына, суына қарамай өз қарсылықтарыңызды, наразылықтарыңызды жалғасып келесіздер. Алла сіздерге қуат берсін. Мынау балаларыңыздың тез арада Қытай түрмесінен босап шығып Қазақстанға келуіне шын жүрегімізден тілектестік білдіреміз. Алла сіздерге қуат берсін. Енді осы тікелей эфирді пайдаланып, сіздерді көріп отырған адамдарға, немесе осы сіздердің енді осы жағдайларыңызды тікелей эфирден біз ойлаймыз, біздің өкімет басындағы ағаларымыз да көреді деп, ол кісілердің де құлағына жетеді деп, сол кісілерге қандай өтініш айтасыз, сосын Қытай үкіметіне қандай талап қоясыз, тағы да бір айтып жіберсеңіз. Қысқартып айта беріңіз. Қандай талабыңыз бар екенін айтсаңыз болды. Мен талабым, мен шыққанда қытайып, мына 3 баламды іздеймін. Менің келген жерім Құлда күні әктәбілгенше қалаға шықтағым келдім. Мына балаларымды 2018 жылы, 2018-і 3 балаларымны, 3 келімні лагер тұрмыс алып кеткен, 14 келімні көте тоста кеткен. 3 келімні атасының арқасында 3 келім шығарып алдым. Мына балаларымны өстемін. Мына екеуіні 22 жылды сотта жүріпті. Мынаны 10 жыл сотта жүріпті. Бірақ та балаларының ешқандай тұрғыс жоқ Қытайда. Менің де туысқандарым жоқ. Мына баламның 3 қол жоқ. Үшіндері мүгірек. Мен өкіметтен Қытай тараптан осы қатаң талап етемін. Осы балаларына босасын деп талап етемін. Қазақстан, Қытайда қазақтардың жас өмірді қорқымай, бәрі қазақтары босап шығарса деп талап етемін. Мен Қытай консулының алды келгендей себемін. Қазақстандан, Қасым Тоқаев мырзадан, Нұрсұлтандан бұрынғы президентіміз, ішкі министрлік, сыртқы министрлік, халықаралық, Түркия, Америка, әрбір органдардың осы шыққан үлкен кіші, қыз келіншек, әжелердің талабына орындап көмектесуге талап етемін. Менің атым Аққан қанымда. 3 адам олым, ona балаларını alıp кеткен мен екеуім алып кетті шықылып 2018 қылып 2009 рет қайтып болып кетті. Бұл кісілер қалай ол жақта тұрып жатқан беді Қазақстанға саясатпен келді ма? Қай елдің азаматы соны баяндап айтыңыз. Қазақстанның міне Қытай азаматы балалар. Мына балам келіп 3 рет келген. Мына балам 4 баласымен паспорт жасатқан қол қояды уақытта алып кетті. Мені айландырған 4 балам бар. Bir балам қолымда өсер бүйгілек 4 баласы бар. Мен бір үйде жалғыз тұрамын. Енді мен өзім өз балаларым өздерсін отырым. Балаларым өліме тіріктен көзімен бірақ соттап келеді. Келіндер үй қамақта отыр. Үскерін. 14 немнің жетім қаны сауы алды үскерін. Ешқандай себебім осы. Мен бұдан қайсылайында отырған жоқ, Қытай қайсылайында отырған жоқ. Ол Қазақстанның елім жұртында келген, елімді жұртымдан көмек сұраймын. Bir ауыз сөз болса, көмек болса, bir ауыз сөзінен болса, ол балаларымды шығарып көмек шығарса деп сұраймын. Қайсы қайта. Келіндеріңізбен сөйлестіңіз бе соңғырып? Келіндерім сөйлестірмейді. Сөздіріп естірім. Кімді естідіңіз? Кімді естігенде? Мына карантин ауырып болмай тұрған кезде біреуін айтып берді. Біз шығып алдық аман есен деп. Енді бүгін 10 күндей болды. Үлкен келінге
Kiyim kırgız Akçaver'de basıla batırken hükümetten. Bir tuzkandım, akçalı verdim. Solaktan verilmedi, solaktan soravatım. Kaytem, mamam kaysam da bir ödün aytıp yürüttü. Ötüselim. Rahmet. Qancha jashtasınız? Men 54 yılımın. 54 yılsınız. Қазақстанға qachon kelib edingiz? Kazakistan'da 2006 yılı 10. ayda geldim. 2006 yılı. Özüm Kazakistan azamatımın. Balalarınızı alıp ulgurmagan bek sonda? Ballarını alıp yürümegen. Birer üçlettiyken. Manav. 3. müddet. Manav 4 balayla kul koyadına salıp gittik. Mına gitse. Manav 3. yolum. Қазақстанға келип Kazakistan gelgen yok. келмеген, ya. Gelmegen. Endi ertesi 5 saat namaza kılım, cümleyi vardık, ertesinden Kazakistan'a varıp Kazakistan azamat kalıp aldı ayıptı. Oradan bak evet yok. Endi Dadinin aytığı meni 1 yıl oldu. Dadin деген не? Ana. Ağul. Ауылдық үкімет. Hakim. Aha, Ağullık hakim. aha. Sen hiç kayda çıkma, tıl çıkaldama. Jurnal çıkaldama. Balların bari oruna güne çoramızda. Bultur çağıran da bultur aldan değil. Kayıtın yoksa balların kültürü bulmayıp mümin. Ama kendimden de başlamışım. Amanlık yoğurun ben kültürüm çıkıp otururum. Ben toğuz bala tattım, toğuz balanın için 4 balam var. Böyle toktamay. O kırketleri istiyorum, ona ırım kılıp koy jürüp, satı aldı koy jürüp. 4 balam var. Bu her bir memleketlerin kararı organlarımız çağırsa televizyonun kız beni koltuğa amalısın gibi oturun ben. Yüzünün başını ballarını ser yok. Sırar yok bu yerde. Kımaydı da hepsini ser yok. Sulamamız toktağız yani. Hükümet ayakta yapıp kiredi. Sulamamız toktağız bir cıgılık kılar. Sulamamız. Tete menin arkamdanızsın. Sulamağınız ölsene bir cıgılasın. Sulamağınız. Xitay Respublikasынан qatang talap qilamiz. Осындай мыңдаған, оңдаған балалар діннен ұсталып, түрмеде 15-20 жылға сотталып жатыр. Қытай мемлекеті bütün Қытайдағы түркі ұлттардың азаматтық құқығына қол жүріп отыр. Осы менің інімнің баласы міне 95 жылғы бала. Кішкентай кезінде 13 жасында 2 ай намаз үйренгендігі үшін 15 жылға 2018 4 айда ұстап, 6 айда 15 жылға соттап өтті. Арызданғаныма 3 жылдан асты міне. Астанаға да бардым. Сыртқы істер министрлігіне қаншама хат жаздым. Тоқаев мырза, Нұрсұлтан Назарбаевқа да хат жаздым. Қытайдың ішкісін араласпаймыз дейді, неге араласпайды? Қытай мемлекетіменен достығы жақсы, береке бірлігі жақсы. Мына Қытайдағы түркі ұлты қазақтарды қорғып қояма, келісімге келіп, осыған бір бостандық сұрауын талап етеміз. Қытайдағы мыңдаған балалар, менің інімнің баласымен 15 жыл, бір ауылдан 15 бала жатыр, мені өңкей жетім, жесір балалар, жесір қатын жетім балалардың балалары да ұсталып кетіп, мына жақта іздеу сұрауы жоқ балалар. Міне, мен ғана арызданып жатырмын інімнің баласына. Олар негін көріп жатыр, іздеусіз, сыздаусыз жоғалып кеткен балалар бар ол жерде. Менің інімнің баласына қатаң талап қыламын. Қытай Республикасының президенті Ши Цзиньпин мырзадан келісімге келіп, осыны босатсын. Лагерге кірген 2018-дегі бауырларымның паспортын беріп Қазақстанға шығуына лұқсат қылсын. Қатаң талап етемін. Болмаса біз арызымызды тоқтатпаймыз. Міне бүгін 32 күн болды.
мына елшіліктің алдына шыққанына қазақ халқын адам екен деп отырған жоқ. Бізге шығып бір күн қандай тұрсыңдар, қандай арыз айтып тұрсыңдар деп біреусі бір халымызды білген жоқ. Бізді адам қатарына алып отырған жоқ Қытай Республикасы әзір. Сол үшін біз қатаң талап қыламыз. Бауырларымызды Қазақстанға шығуға рұқсат қылып. Скорый, кажется. Здравствуйте, вы позвонили на станцию скорой медицинской помощи города Алматы. Скорая 14, здравствуйте. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Байтасова көшесінен хабарласып тұрмыз. Байтасова. Ага. Байтасов 12. Bir minut. Так, Байтасова. 12? Я, Байтасов 12, в угол Квартира. Луганский. Это Медельский район, да? Медельский район, китайский посольство ғой. Самой китайские посольства надо зайти или рядом? Именно сол китайский посольствоның алдына келсеңіздер болды. Мына бір апа, мына бір апа есінен танып қалды осы жерде. Потеряли сознание. Сознание там, что ли? Потеряли сознание. Известные, фамилия, имя? Білмеймін, фамилия имясының қандай екен. Бұл кісі осы Қытай консул алдынан наразылыққа келген кісі ғой. Мужчина, женщина? Әйел кісі. Сколько лет примерно? 55 жас шамасында. 57-ге кетті. Так, вызывать кто, сколько и фамилия ваша? Күн болады, бай болады. Вызов қабылдады, он 1-0. Айтыңызшы, тез кесіліші мына кісінің жағдайы нашар. Мына жақта мына китайский посольствоның алдында радиация қойып қойған, радиация. Электромагнит радиация. 12, дұрыс па адрес? Байтасов 12. Байтасова 12. Ага. Угол Луганский. Китайский посольство. Қазір скорый шақырып қойдық, келеді кішкене. Кетіңіздер, шыдаңыздар. Су бір нәрсе берейін ба? Сол ішесің ба, ана сурет салып Жылы су беріңіз, жылы су беріңіздер. жаңа кімде болды? Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл Қытай консулдығы Алматы қаласындағы. Негізі бұл кісілердің қайта-қайта бастарының айланып құлап қалған себебі мынау Қытай консулдығының алдындағы электромагниттік радиация жіберетін аппараттан болып тұр. Бұл апалар мен тәтелердің Қытай консулдығының алдына наразылыққа шыққанына бүгін 32 күн болды. Бұл кісілер алға шыққан күндері бұл қағаз жәшіктегі құрылғы жоқ еді. Бұл кісілер тоқтаусыз наразылық білдіргеннен кейін осы жердегі өмір-бақи атын айтпайтын және форма кимейтін күзет қызметкерінің
адамы бар. Сол кісі білегіне 6 ашинасы бар зат тағып шыққан еді. Осындай аппараттармен бағанағы өздеріңіз көрген құрылғыны қойған, сол құрылғы қойғаннан кейін осы кісілер жиі бастары айланып, жүректері қысылып, қан қысымдары көтеріліп, есінен тартылатын болды. Бұған дейін біз Медеу аудандық полиция мекемесіне хабарласып, өз арызымызды жазғанбыз, осы құрылғылар алып тастау туралы. Бірақ әлі күнге дейін нақтылы іс-әрекет жоқ, жауап та жоқ. Кеше ғана Нұр Отан партиясының бірінші орынбасары Бауыржан Бабек мырзаның атына да хат жаздым осы мәселе бойынша. Енді ол кісі осы мәселені қолға алады деген үміттемін. Бағанағы өздеріңіз көрген электромагниттік құрылғыдан басқа дыбыс зорайтқыш осы аппараттарда қосып қояды. Бұл дыбыс зорайтқыш аппараты немесе шул осы кісілердің жүйкесіне өте қатты әсер етеді. Қытай үкіметі Қытайдың Шыңжаңындағы тұратын, яғни Шығыс Түркістандағы сол жердің жергілікті халықтарына, атап айтқанда қазақ, ұйғыр, қырғыз, өзбек қатарлы халықтарға геноцид жасап жатыр 2017 жылдан бері. Сол жердегі қоныс лагерлер мен түрмеге қамалған адамдарға осындай дыбыс зорайтқыш құрылғыларды қойып, олардың жүйкелеріне тиетін еді. Дәл сол әрекеттерін Қытай үкіметі Алматыдағы консулдығы арқылы осы Қазақстанда да жүргізіп жатыр. Яғни Қытайдағы геноцидтің бір бөлігін осы Қазақстанда да жүргізіп жатыр. Алматыдағы Қытайдың консулдығының алдындағы мынау жүйкені жоғартатын дауыс зорайтқыш құрылғылармен қоса электромагнитті құрылғылардың осы кісілердің ағзасына әсер етуі Қазақстан территориясында Қазақстан азаматтарына қарсы істеп жатқан қастандық. Яғни Қытай үкіметі өздерінің геноцидін Қазақстанда да жалғастырып, Қазақстан халықтарына өз зәбірін тигізуде. Қазақстан аумағында Қазақстанның азаматтарына Қытай үкіметінің осындай құрылғылар арқылы зиян жеткізуі бұл өте әлінен асқандық, өте үлкен заң бұзушылық. Қазақстан үкіметін, Қазақстан халықтарын, Қазақстан территориясын көзге ілмегендік және қорлағандық. Қайта кішкене шыдаңыз, қазір жедел жәрдем келу керек, хабарластық. Бұл кісі кішкентай немересін алып келген, 57 жасар әкеміз, атамыз. Өйткені кішкентай немересін үйде қарайтын ешкім жоқ, бірге алып келіп жүр.
Mikrofon kimde? Mikrofon. Мынау Қытай консулдықтың алдындағы дауысты ыздырақ құрылғының әсерінен бұл кісілердің айтқан сөздері естілмей жатыр. Сол себепті бұл кісілерде енді микрофонменен мынау осындай аппаратпенен айтуға мәжбүр болып тұр. Құрметті қалайық, міне бүгін біз осы Қытайдың мына консулдың алдына келіп тұрғанымызға 32 күн болды, 32 күн. Мына төрімізде отырып, өзінің жауыздығын істетіп, міне дыбыс орайтқышты қойып, біздің үнімізді басуға тырысып отыр. Енді не айтамыз? Düşmanды төрімізге шығарып қойып, тайраңдатып отырмыз. Ал бізге келіп, назар аударып, көңіл бөлген ешкім жоқ. Я Қытайдың мына консулынан да шығып, итсің адамсың деген жоқ. Ал өзіміздің құзырлы орындардан және ешқандай не болған жоқ бізге. Міне біз 32 күн бойы осылай тұрып жатырмыз. Осылай қашанға дейін қорланамыз қазақ? Қашанға дейін қорланамыз? Мынау не деген қорлық, не деген масқара? Адамымыз анжақта, мысалы менің адамның паспорты бәрі дайын, оны жібермейді. Өздер білген істеп отыр. Ал Қытай болса тайраңдап бұл жаққа келіп жатыр. Айырпыламен үшіп жатыр. Ал қазақ жерінде жүріп біздің көрген күніміз мынау. Қарлы боранда біз осылай тұрып жатырмыз. Алдымыз салып жығылып жатырмыз. Не деген масқара мынау? Біз қай мемлекетте отырмыз? Қайда отырмыз? Біз кімбіз сонда? Біз кім болғанымыз? Кімбіз біз? Қазақ болғанымызға кінәліміз ба? Неге қазақ мемлекеті болғанымызға кінәліміз ба? Мынау төрімізде отырып мынаны істеп жатқаны не мынау? Лагерь жапсын! Лагерь жабылсын! Жауыздығын тоқтатсын! Адам отбасымызды жіберсін! Қазақты қорламасын! Қазақты қорлама! Dinasты тоқтат! Dinasты тоқтат! Лагерді жап! Отбасымызды жібер! Ne oldu çiçeği? Yüreğim bitirdi otur aylar. Oldu siz. Ben çok tuttum.
Болмайды, мынау қандасың. Ай, мына жерге бірдеме тас тастаған ғой деп жатыр. Қай жерге? Уландырып нәрсе. Біздің бәріміз жүрегім айнып тұрған сияқты. Отырыңыз, отырыңыз. Құлақламаңыз. Отырыңыз. Мына Қытай консулының алдындағы аналарымыз бірінен соң бірі жағдайы нашарлап жатыр. Бірінші ана кісіні көріңіздерші, бірінші. Я. Жедел жәрдем қызметкерлері келді. Аналарымыз бірінен соң бірі бастары айналып, жүректері қысылып, көздері қызарып, көзіңізді ашыңызшы кішкене. Көздері қызарып, бастары айланып, жүректері талқысып бара жатыр. Қазақстан үкіметінен, құзырлы мекемелерден мына Қытай консулдың алдындағы құрылғыларға назар аударып, мына адамның ағзасын орасан зор зиян келтіретін электромагниттік құрылғыларды және мынау шуылды қатайтатын құралдарды алып тастауға әрекет жасауын қатаң түрде талап етеміз. Қытай үкіметі не үшін Қазақстан аумағында Қазақстан азаматтарының денсаулығына зиян келтіру керек? Ол консулдықтың сыртындағы тұратын, консулдықтың сыртындағы адамдарға, яғни мынау жолда Қазақстанның аумағындағы адамдарға не үшін зиян келтіреді? Не үшін бұл кісілердің денсаулығына әсер ететін әртүрлі электрондық қаруларды қолданады? Қанғысын өлшедіңіз бе, айтыңызшы? Қанғысын өлшедіңіз бе? Қанша болып тұр? 170? 170 норма ма, жоқ жоғары ма? Апа, сабырлы болыңыз, кішкене сабырлы болыңыз. Бұл жақта жедел жәрдем адамдары өте аз. Ұстаңыздар. Апаның баласы қасында отырсыңыздаршы бірге. Мына 32 күн бойы Қытай консулдың алдына шығып жүрген апаларға ешқандай назар аударылмай жатыр. Мына Қытай консулдығының алдындағы құрылғылар бұл кісілерге қатты әсер етуде. Ұлттық қауіпсіздік комитетінен осы мынау Қытай консулдығының алдындағы құрылғыларды тез арада алып тастауын талап етеміз. Қытай үкіметі Қазақстан аумағында Қазақстан азаматтарының денсаулығына орасан зор дәрежеде зиян келтіріп жатыр. Біз Ұлттық қауіпсіздік комитетінен, Алматы әкімдігінен, Сыртқы істер министрлігінен, мынау Қытай консулдығының бассыздығына мынау сіздер тұрған жерге бірден де шашып тастаған болдым дейсіздер ме? Сіздің де көзіңіз қатты қызарып тұр ғой. Сонда не апалардың бәрін талдырып тастау керек болсын да? Ойбай,
Алло, саламатсыз ба? Здравствуйте, вы позвонили на станцию скорой медицинской помощи города Алматы. Вы в очереди четвертые. Алло, саламатсыз ба? Вы в очереди третьи. Алло, саламатсыз ба? Естіп тұрсыз ба сіз мені? Вы в очереди вторые. Birinchi bo'lgan operator sizga javob beradi. Первый освободившийся оператор вам ответит. Больница кетеміз. Жоқ, ол кісінің бізді қасымызда қарайтын адамдары жоқ. Больницаға әкетуге біз рұқсат бере алмаймыз. Осы жерде бірінші көмек көрсетіңіздер. Алғаш көмек осында көрсетіңіздер. Алло. Алло, я тыңдап тұрмын. Саламатсыз ба? Саламатсыз, айта беріңіз адрес. Байтасов көшесі 12. Байтас? Иә, Байтасов 12. Қай жерде ол? Алматы қаласында. Байтасов көшесі 12. Байтасов, иә? Байтасов, естіп тұрсыз ба? Мен дұрыс естідіңіз ба? Байтасова, да? Иә. Байтасова. Қай көшесі қиылысы? Луганский қиылысы, Луганский қиылысы. Қалай? Луганский қиылысы, Луганский. Фамилия, пациентті далаға шақырасыздар ма? Далаға шақырады. Қытай консулдың алдына шақырады. Қытай консулдығының алдына. Консулска Китайда? Аха. Сіздерде бар ма экспертизаның адамдары? Мына жақта мына консулдың алдына наразы білдіріп келген апалар келген. Бұл кісілердің айтуынша мына жаққа бір зат, бір бәле шашты салған сияқты, жерге бір бәле. Бұл кісілер шетінен бастары айланып, көздері қызарып, жүректері Бір адамға шақырасыз ба? 3-4 адам бар мында, 3-4 адам бар. 4 адамға шақырасыз. Иә. Жедел тобын жіберіңізші, бір 2 адам емес, бірнеше адам жіберіңіздерші. Нормаль мамандар жіберсеңіздерші, осы жерге келіп, алғашқы көмек көрсете алатын. Ау! Не мазалап жатыр? Адамдар бастары айланып талып қалып жатыр, жүректері қысылып, қан қысымдары көтеріліп, қысылы керіп. Мына жақта химиялық бір бәле шашты ма, или мынау электромагниттік өрістердің әсері ма білмейміз. Мына консулдың алдында неше түрлі құрылғылар қойып тастаған адамға зиян келтіретін. Сіз кім боласыз? Мен осы жердегі бір кісінің баласы боламын. Қазір ғана жүрегі айнып қалған бір кісінің баласымын. Жүрегі айнып, бас айланып, күн болады. Күн болады? Иә, күн болады. Күн болады. Тез арада жіберіңізші, жарай ма? Тез арада. Сұрауды көп қоймай. Амалыңыздың фамилиясы кім айтты? Заватхан. Заватхан? Иә. Келесіз, жазып аласыз ғой бәрін осы жерге. Тез адам жіберсеңіз бірінші. Тез жіберіңізші, жедел топ бірнеше машина жіберіңізші, бірнеше адамдар, жарай ма? Экспертиза жіберіңізші, мына жақта не үшін осындай болып жатыр? Аха, жақсы, рахмет. Уже Апа, көзіңіз қатты қызарып кетті. Жағдайыңыз қалай болып тұр? Соңы мына, иә? Міне тағы бір апа талып қалды, есінен кетіп қалды.
Мында келесіз бе? Өтініш тезірек. Сізге бір дәрі бір нәрсе берді ма? Қамбасыңызды түсіретін? Қандайыңызға салды ма? Қаныңыз аз бекен. Мынау электрондық. Хорошо. Уберите, а вы мешаете нам. Сіз жұмысыңызды жасай беріңіз, Рима. Sen демеші болам бар. Мен алыстан түсіріп тұрмын, алыстан. Апалар айтылар анда, бастарымыз қатты айланып жатыр, сол жаққа бір зат бір нәрсе шашылды ма негізі? Адамдардың басын айландыратын, жүрегін құстыратын бір химиялық бір нәрсе шашылмамын да. Не үшін сонда сондай кісілердің бастарынан талап жатыр? Анау құрылғыны өшіп қойсаңыздар бола ма мынау? Анау ақ жәшіктің ішіндегі. Анау ақ жәшіктің ішіндегі құрылғыны өшіп қойсаңыздар болады ма? Алып тастауға болады ма? Кім шешеді айтыңызшы? Шеше, мында бастығын шақырыңызшы, бастық қайдан жақта? Жоқ, бастық бар шығар сіздің. Кім сіздің бастығыңыз? Мен білмеймін. Жоқ, сіз өзіңіздің бастығыңызды білмейсіздер, сонда қандай компаниясыздар сіздер? Кімсіздер? Кімді жауап береді? Жоқ, бастығын шақырыңыз, бастық бар ғой, сіз білмесеңіз бастығын шақырып, кім мұнда бастық? Тексеріп сұраймын сізден. Мен жауап бере жоқ, кім бастық? Маған бастық керек болып тұрсыз. Жоқ, мен айғайлап тұрған жоқпын, сіз енді білмеймін дейсіз да? Білмесеңіз қалай сіз мұнда күзет қызметін жасап тұрсыз, егер өзіңіздің бастығың кім екенін білмесеңіз? Жоқ, сіз қалай күзет қызмет жасап тұрсыз, егер бастығыңыздың кім екенін білмесеңіз? Бастық бар ма мына жақта? Кім сіздің бастығыңызды шақырыңызшы? Мұнда апаларға өте қатты зиян келіп жатыр. Айтыңызшы, сіздердің бастықтарыңызды келсінші, мұнда біз сұрайық мына жақтан не үшін мына аппарат қосып қойғанын. Мен сізді маған камераға түсіңіз деген жоқпын. Мен сізді сұрап тұрмын, бастықтарыңызды шақырыңызшы бізге, бастықтарыңызды. Кім сіздің бастығыңыз? Сіз қазақша түсінесіз ба? Мемлекет тілін түсінесіз ба негізі? Жоқ, сізге шетел тілінде сөйлей ме, орыс тілінде? Мына жерге болмайды. Кіруге бөтен адам. Қай жерге тұруға болмайды? Мына жаққа. Не үшін болмайды? Охраняемый объект. Иә? Мен сізді сұрап тұрмын, бастығыңызды шақырыңыз, мына жақта адамдар қалып жатыр. Сіздердің күзет жасалған аумақта адамдар қалып жатыр. Келіп қалын біліп мына жақта не болғанын айтсаңыздаршы. Не жағдай болып жатқанын. Сіздердің бастықтарыңыз кім? Маған шақырыңызшы бастықтарыңызды. Қазақша түсінесіз ба? Мемлекет тілді түсінесіз ба? Бастығыңыз кім сіздің? Шақырыңызшы бізге, керек болып тұр. Бастық жоқ, кетіп қалған. Звондасаңызшы енді. Қоңырау шалуға болады ғой. Біз бәріміз осы құрылғыдан көріп жатырмыз. Осы апалар 32 күннен бері осы Қытай консулдың алдында шығып келе жатыр. Бұл кісілердің алғаш келген күндерінде бұл құрылғы ешқашан болмаған. Осы уақытқа дейінгі түсірілген фото-видеоларда бұл құрылғы жоқ. Тек қана өмірбақи аты жөнін айтпайтын және күзет формасын кимейтін осында бір кісі бар. Сол кісі білегіне 6 антеннасы бар құрылғыны тағып шыққан 2 күн бойы. Бірінші күні білегіне тағып шықты, екінші күні сымпаға салып шықты, үшінші күні осында орнатып сол бәлені. Осы құрылғылар пайда болғалы бері осындағы наразылық білдіріп жатқан апалар менен тәтелердің жиі қан қысымы көтеріліп, жүректері талықсып, қалып қалатын болды. Айтыңызшы, мына құрылғы сізге әсер етіп тұрған жоқ па? Жалпы сізге басыңызға әсер етіп тұрған жоқ па? Денсаулығыңызға әсер етіп тұрған жоқ па? Себебі көп кісілер айтып жатыр, осы Фейсбуктағы тікелей эфирде көрген кісілер. Осындағы мынау жер қызметкерлеріне, полицияларға, Запишу организацию стационарного собрания. Помещение передвижения особо запрещено. Лица, осуществляющие несанкционированную работу и видеосъемку, могут нести за это ответственность. Ассалаумағалейкум аға, қалыңыз қалай? Сіздердің осы күзет қызметінің бастығын шақыра аласыз ба? Мына жақта апалар бірінен соң бірі талып қалып жатыр.
сіздердің күзет қызметшілерінен ешкім келіп бұл кісілерге бір жәрдем беру немесе мынау жедел жәрдем шақырып маған жұмыс істеуге бөгет жасамаңызсыз. Жоқ, мен сізге айтып тұрмын ғой. Жұмыс жасауға бөгет жасамаңыз. Өздеріңіз естідіңіздер бұл кісінің не айтқанын. Яғни бұл кісі өз кабинетінде жылы жерде отыр және жедел жәрдем шақыруға көмектесуге ешбір ниеті жоқ. Дәл осы жерден өте жағымсыз ес шығып тұр, әрине. Маған да белгілі. Қазір мен бір-екі сұрап қояйыншы. Сұрасам болмас сізден. Өте бір жағымсыз ес шығып тұр, сіз солай сезесіз ба? Жалпы апалар айтқаннан кейін мен маскамды шешіп иіскеп отырмын да. Сіз сезіп тұрған жоқсыз ба? Қараңызшы. Будкадан бері қаратай сонда ес бар, ары қаратай жоқ. Мүмкін екеуміз барып қайтамыз кішкене. Себебі мынау күзетшілер отырған жердің ар жағында жоқ та ондай иіс. Дәл мынау мусор салынған жерден, қол салынған бері қаратай сонда иіс қатты шығып тұр. Кішкене жүріп қарасақ қалай болады? Қазір мен мына кісі айтып берейінші. Мен жаңа мынау күзетшілердің қасына бардым да, бері келген кезде мынау мусор салған жерден бері қарасай қатты иіс шығып тұр. Сол бірге жүріп қайсақ, мен өзім ұрма, өзім сенбей жатырмын да. Бірге көре аласыз ба? Түсіндім, жүріңіз апа. Әншейінде осы апаларға келіп бөгет жасайтын күзет қызметкерлері бүгін ешқайсысы бұнда келген жоқ. Және әншейінде бұл кісілерге келіп жедел жәрдем шақыруға көмектесетін кісілер бүгін ешқайсысы келген жоқ. Осы аумақтан былай қаратай. Дәл осы осы бұрышта қатты иіс шығып тұр. Мен қазір маскамды шешіп қойдым. Осы міне қоқсық салынған жәшіктен ары қаратай шығып тұр сондай иіс. Мына жерге бар ғой, бірдеңе шашқан болар. Бүгін бар ғой, осы жерге охранниктер келген жоқ. Охранниктер келген жоқ. Қазір мынау машинаның иісімен араластырған болуы мүмкін. Басымнан ұстады менің. Сіз ем қабылдадыңыз ғой, дәріс? Ем қабылдадым. Мына басымнан ұстады. Ақыреттерше, мына бірдеңе бар. Әмі сондай жоқ еді ғой. Мына машина көпейіп шыға. Бүгін наразылыққа келген апалардың ішінде төрт кісінің жағдайы қатты нашар. Мына апамыздың жағдайы нашар. Екінші жедел жәрдем келді. Осы қатар тұрған үш кісінің үшеуі де жүректері қатты қысылып, қан қысымдары. Мына кісінің көрдіңіз бе қанша болып тұр? Нормально давление. Нормально ма? Дұрыс болды ма әйтеуір? Жүрегіңіз айнап құштың кетір дейсіз ба? Сіз дәрі қабылдадыңыз ғой, дәрі іштіңіз ғой, е? Қабылдадым, басым шымылдап ауырып тұр. Анау, қан басымды түсіретін дәрі ма? Қан қысымды түсіретін? Менің қаным аз бұрыннан. Бірақ құлақ шекем шынет етіп, басымнан бірден тұтады, әнде бекендеп тұрғанда. Басым айланып, көзім сауып кетті, шымылдап.
Бар. Апалардың бастары айланып, жүректері лоқсып жатыр. Саватхан ана кісі, ар жақтағы кісі. Мына кісінің Заватхан, арғысы Заватхан. Екінші жерде жедел жәрдем тобы келді. Ол кісілер дәл қазір тексеріп медициналық көмек жасауды бастап кетті. Алло. Оларың мысылым қалғалайсы ке? Аха. Осыны қара енді, жағдайын қарайсын қойып, үлкенгісін ары бері тасып жүріп, үлкенгісін әкеме қасасын жаққа, бұл жақтан мынау бір бәле шаш тастаған ба айтыр. Жап-жас менің өзім басым байланып қазір не болып тұр? Кішкене жағдайына шөлі оқыр. Көп дейді қарайсын ғой, қазір мен мына кісілер бір-екі нәрсе сұрап алайыншы. Аға, сізде сұрайыншы, мына жақта экспертизаны қалай шақыруға болады? Жоқ, мына жақта қандай бір улы бір зат шашылған ба, жоқ па, оны кімге хабарласамыз, кімден сұраймыз? Жоқ, жалпы енді кім оны қарайды, кім қадағалайды жалпы? Не болғандай жерде? Жоқ, мына жаққа бір улы бір зат шашылған болуы мүмкін да, айту бостан-босқа мына кісілер қуамайды ғой. Мына Қытай консулдығы бір улы зат шашып тастаған болуы мүмкін деп мына апалар айтып жатыр. Полицейский вызывать, там дальше идет. Полицияға звондау керек, е? 102-ге, е? Әкесін қайсыңдар, сізде қандасың бар ма? Қытайдың инсансы жатқанын, Қытайдың егесіне қойып жатқанын, денсаулықты ұлар жатқанын көрмейді. Бізге суға болмайды деп келіп айтады болмайды. Біздің олар кітап ешкімді олар жатқанымыз жоқ. Ешкімге залалымыз тигізіп жатқанымыз жоқ, өзіміз ер құр айғайлап отырғанымыз жатқанымыз жоқ. Прокурор. Jinasini to'xtatsin! Jinasini to'xtatsin! Jinasini to'xtatsin! Lagerni yopsin! Lagerni yopsin! Lagerni yopsin! To'xtatib bo'lsin! To'xtatib Bunday iş-şaralarda өткізу үшін арнайы әкімшіліктен рұқсат қажет. Сонымен қатар бұндай іс-шаралар арнайы орындарда өткізу тиіс. Сонымен қатар сіздер бүгін білгендей бұқаралық ақпарат құралдарында Алматы қаласы жылу желекке еніп отыр коронавирус індеті бойынша. Сондықтан сонымен қатар қазіргі таңда осындай іс-шараларды өткізу заңсыз өткізгендігі үшін қылмыстық және әкімшілік полиция тарапынан арнайы іс-шаралар қолданылатын болады. Қама! Мұнайлар зарарсыздарды шашып отырмыз. Қама! Сендер адам емеспіз ба біз? Қама!
Кешіріңіз, бұл кісілер, кешіріңізші. Кешіріңіз, бір сұраққа жауап беріңізші. Бұл кісілер 2 рет әкімдікке жауап берген. Кешіріңіз, бұл кісілер 2 рет әкімдікке арыз жазған. Бақытжан Сағынтаев мырзаның атына 2 рет хат жазған. Ол кісілер ешқандай рұқсат берген жоқ. Енді не айтасыз? Жоқ, сіз жауап беріңізші. Жоқ, сіз кімді оларсы айтыңызшы, жауап беріңізші. Бұл кісілер 2 рет Бақтияр Сағынтаев мырзаның атына хат жазған. Оған не айтасыз? Siz cevap vermişsiniz. 2 rет хат жазған, неге рұқсат бермейді? Аналарға жауап беріңізші. Аналарға жауап беріңіз. Жауап беріңіз. Аналар қалып қалып жатыр, қалып қалып жатыр. Аналар шетінен қалып қалып жатыр. Бұндай іс-шараларды өткізуге арнайы орын белгіленген. Жоқ, бұл кісілер Қытайға келіп тұр, Қытай консулдығына. Siz қашпай осыны жауап беріңіз, дақайса. Арнайы орын белгіленген. Қайдағы орын? Осыдан басқа орын жоқ. Сонымен қатар сіздер әкімшілікке осындай жиналыс өткізу бойынша арнайы хабарлама беру керексіз. Міне бергенбіз, тама, көр. Оқытыңызсыңдар, оқыңыз. 1000 мәрте бергенбіз, 1000 мәрте. Қанша мәрте бердік? Сіздер әкімшілікке осындай хабарлама беріңіздер. Әкімшілік қарап, сіздерге арнайы рұқсат береді, арнайы. 2 рет жаз рұқсат берген жоқ. Бермейді рұқсат бере алмайды. Әкім өзі келсін. Әкімнің аяғы бар шығар, оның да 2 көзі, 2 құлағы бар шығар. Әкім келсін, біздің айтатын сәлеміз. Ой, әкімшілік өзі келсін, әкім өзі келсін. Халықпен кездесуге не үшін қорқады? Келсін әкім. Әкім өзі келсін. Әкім өзі келсін. Қаланың әкімі келсін. Қаланың әкімі келсін, тоқтат olsun деп. Hey, мен Осында жасөспірім қаматпен тұрамыз ба? Әкім келсін, келіп жауап берсін. Қандай масқара мынау, а? Өзіміз қазақ айтатын. 30 жыл болды. Бұл кісілер 2 рет әкімге хат жазып, 1 рет рұқсат берген жоқ. 2 рет хат жазып, 1 рет рұқсат берген жоқ. Жоқ, қабылдамайды айтқан жоқ. Мен қоңырау шалдым. Менде запистер бар. Қабылдамаймыз дейді. Карантинге байланысты қабылдамаймыз. Неге өтірік айтасыз? Жоқ енді. Өтірік айтасыздар да осылай. Мен қоңырау шалдым. Менде аудио запистер бар. Айтты, карантинге байланысты қабылдамаймыз деді. Болды. Жоқ, жаймен. Апалар шетінен қалып қалып жатыр. 32 күн болды, қалай айқайламайды. Сіз келесіз де заңсыз дейсіз. Қалай бір-бірімізді естиміз, қалай диалог болады. Енді сіздер бір адамға құлағына дұрыс нәрсе айтсаңыздар, келесіз де мынау заңсыз, қалай заңсыз? Қытайда баласы отырса, сотталып отырса. Орындар бар, сол жерде арнайы белгіленген орынға жаздық, оған рұқсат береміз. Саябақтың ішінде жаздық. Бақтияр Сағынтаев оқарына жаздық, рұқсат берген жоқ. дұрыс жазбағансыз. Дұрыс жаздық, иә. Кеше 2000 адамға рұқсат береді, 2000 адамға. А бізге 10 адамға рұқсат бермейді. Неге? Айтыңызшы. 2000 адамға рұқсат береді, а мына 10 адамға рұқсат бермейді. Айғайламай кетіп қой, не болды? Айғайламай кетіп қой. Береді сіздерге. 2 рет жазды, рұқсат берген жоқ. Айналайын көке. Астанада бір ай тұрып келдік. Елордамызда, Астанамызда бір ай тұрып келдік. Не масқара мынау? Әкім келсін. Әкімі келсін.
Айтыңызшы, біз полиция шақырғалы жарты сағат болып келген жоқ. Айтыңызшы, сіз прокурорсыз ба? Сіз прокурорсыз ғой? Сіз прокурорсыз, айтыңызшы, полиция шақырғалы жарты сағат болып келген жоқ полиция. Қазір келеді. Неге келмейді? Айтыңызшы, мына жаққа бір зат шашылған болуы мүмкін. Заңды түрде келдік қой. Айналайын қарғам. Рита, айтыңызшы, арнайы іс-шара үшін орын бар дедіңіз. Мен айттым, Сарыарқа кинотеатрының артындағы саябаққа өзім бір кішілік жеке наразылығын білдірейін деп жаздым. Бақтияр Сағынтаев мырзаның атына. Ол кісі маған сол кісіге жазған хатқа маған әкімдіктен келген хатындау. Мінекей, рұқсат берілмейді деді, болды. Не себепті? Сіз анықтап сөйлестіңіз. Бүйтеді, қандай шатыр тігесің, қандай қазақ үй тігесің, жазбағасын деді. Маған саябақтың ішінде бір сағаттық акция өткізуге не үшін маған чатыр керек, не үшін маған қазақ үй керек, айтыңызшы. Біз уақытын бәрін айттық, бір сағат деп. Болмайтын, түкке тұрмайтын сылтаулармен бізге рұқсат бермей жатыр. Айтыңызшы. Ол жерде көрсетіңіз, сізге оған ешқандай шатырдың керегі жоқ. Басқа да... Жоқ, біз жаздық қой бізге. Бас аяғы 3 сағаттық акция. 3 сағаттық акцияға не үшін қазақ үй керек, айтыңызшы, не үшін шатыр керек? Жоқ, сіз қазір мен өзім қорғаймын, маған айтады, сіздің амандығыңызды қорғайтын адамдар жазбағасы дейді. Маған қандай, мен амандығымды күзететін адам керек, айтыңызшы. Жоқ, ол жерде сізден бірге нақты ұйымдастырушылар кімдер? Мен өзім жалғыз адамдық акцияны ұйымдастырғым келеді, өзімнің бір адамдық. Бір өзіме жеке адамдық. Пикет өткізетін болсаңыз, солай көрсетесіз. Көрсеттім, бірақ маған рұқсат берген жоқ. Болмайтын сылтау. Не үшін сен шатырды көрсетпейсің, не үшін қазақ үй тігендікті айтпайсың деді. Болмайтын, құлаққа кірмейтін. Егер олай айтқан болсаңыз, сіз митингке көпшіліктің атынан жазған. Жоқ, мен жеке адамдық, мен сіз айтып тұр ғой, мен жеке адамдық. Бір адамның атынан өзім Сарыарқа кинотеатрының атынан. Сонда не бұл сонда? Әкімдікке міндетті түрде 100 рет арыз жазу керек па? 1 рет жазған арыз сонда әсер етпей ме, айтыңызшы? Жоқ, сіз ол қай уақытта жазылған арыз, қанша уақыт өтіп кетті ол. Сіз қазір қайтадан жазыңыз. Сонда не, сонда мен Қытайдағы інімді мінекей арыз жазғанға 2 жылға таяды. Жауабы жоқ. Енді сонда өзімнің наразылығымды білдіру тағы да 2 жыл бойы әкімдікке арыз жазу керек пе, айтыңызшы? 2 жыл бойы. Жоқ, сізге 2 жыл бойы. Қанша рет арыз жазу керек, айтыңызшы? Қанша рет арыз жазсақ, сонда бізге рұқсат беріледі. Сіз де әкімдік өкілісі айтсаңызшы бізге дұрыстап түсіндіріп. Күнде келесіз, заңсыз дейді, біз заңмен істегіміз келеді. Бірақ рұқсат бермейсіздер, не үшін? Біз заңмен істегіміз келеді, бірақ заң бойынша өздеріңіз заңды бұзып тұрсыздар. Мемлекеттің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза айтты, егер де қандай да бір наразылық өткізсеңіз, тек қана ескертсеңіз болды деді. Біз ескертпек туралы рұқсат сұрады, рұқсатын өзіне бермейді. Және сіз келіп тұрасыз, сіздің мынау наразылығыңыз заңсыз дейсіз. Сонда президенттің айтқан сөзі өтірік па? Айтыңызшы. Жауап беріңізші, Рита ханым. Президент айтты, ескертсеңдер болды деді. Біз ескерттік та, айттық та. Сіздер күнде келесіздер. Президент айтты, ескертсең болды дейді. Сіз келесіз күнде. Жоқ, мынау заңсыз. Сонда президенттің айтқан сөзі заңсыз ба не? Сізге түсіндірдім. Нені түсіндіңіз? Президенттің айтқан заңсыз деп түсіндіріп жатырсыз сонда? Жоқ, айтыңыз, маған жауап беріңізші. Қасым-Жомарт Кемелұлы президент айтты, қандай да бір акция өткізсеңіздер, әкімдікке ескертсеңіздер болды деді. Біз ескерттік қой. Сіздер бізге рұқсат берген жоқсыздар. Келісілген жоқ ешқандай. Жоқ, президент айтқан жоқ қой, келісілу керек деп. Президент айтты, тек қана ескертсеңіздер болды деді. Жоқ, сіз маған жауап берген жоқсыз ғой. Сонда президенттің айтқан сөзімді сонда орындай алмаймыз ба? Официально жаздық қой біз. Қаншама адам жатыр мына жерде. Сонда біз қорқады екенбіз, тамаша. Өлтірсе де деп шыққан. Осыған шыққан кезде өлтірсе разымыз деп шыққан. Өлтірсе разымыздан қайтпаймыз, қаймаймыз.
Неге жауап бермейсіңдер? Көбісі бізге келіп айғайлайды. Заңсыз, заңсыз. Kodumuz қайтарларсыз. Басқа жерде тұрасыңдар дейді. Осы Қытайдың көз жолының артынан басқа қай жерде тұрамыз, қай жерде? Нақ осы жерде тұрамыз. Нақ Қытайға жауап. Қарсы тұрамыз бай ғой бізге. Біз басқа ешқандай ешкімге қарсы тұрмаймыз. Үкіметке де қарсы. Полицияға звондағалы 40 минут болды. Жаңа 11:36-да қоңырау шалғанбыз. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Біз сіздерге полицияға қоңырау шалған 40 минут болды. Әлі ешқандай полицияда жедел топ өкілдері келген жоқ. Не үшін келмей жатыр айтыңызшы? Так. Я 40 минут болды, 40 минут. Мен 11:36-да қоңырау соқтым, қазір 12:16 болды. Полиция өкілдерінен ешкім келген жоқ. 40 минут болды. Кешіріңіз, маған мемлекет тілінде сөйлейсіз ба? Шетел тілін түсінбеймін, маған мемлекет тілінде сөйлейсіз ба? Регистрируем. Кешіріңіз, мен шетел тілін түсінбеймін, маған мемлекет тілде қызмет көрсетесіз ба? Повторно отправим. Түсінбедім мен сізді, шетел тілін түсіндіруші едім, мемлекет тілде айтыңызшы маған. 1 минут соединю вас сейчас. 1 минут. Жақсы, рахмет. Трубку не ложите, соединю, хорошо? Түсіндім. Біразын түсінген. Алло, саламатсыз ба? Алматы қаласындағы полиция бөліміне, кезекші бөлімге 102-ге қоңырау шалдым. Өкінішке орай шетел тілімен қазақ тілін немесе шетел тілімен мемлекет тілін қос сөйлейтін оператор сөзіме толық жауап бере алмады. Мемлекет тілде жауап беруін өтініп едім. Өкінішке орай басқа операторға қосатынын айтты, бірақ әлі қосылған жоқ. Алло. Өздеріңіз куә болғандай. Алло. Саламатсыз ба? Сәлем, сізбе. Кешіріңіз, мен сіздердің полиция өкілдеріне қоңырау шалғанға 40 минуттан асып кетті, әлі ешкім келген жоқ. Қай адрес бойынша? Байтасов көшесі 12. Байтасов 12-де тұр ғой, біздің сотрудниктер бәрі тұр, прокурор бәрі тұр. Ешқандай сотрудникті көрген жоқпын мен. Кешіріңіз, прокурор келді де айқайлап кетті, полиция келген жоқ. Полиция бәрі сол на месте тұр. Енді біз полицияны шақырдық қой, полиция бізге келіп, осында келіп, мына кісілердің халін білсеші. Полиция қайда тығылып тұр, мен көріп тұрған жоқпын. Полиция тығылып тұрған жоқ, сол жерде тұрып тұрсыз. Қазір мен жақтан полиция кісіге берейінші, сіз сұраңызшы қайда тұрған. Алло. Точно полиция келді дейді, шақырып еді, тұр дейді, қайда тұр көрдіңіз бе полицияны? Жоқ, енді мен 102-ге звондадым ғой. Саламатсыз ба? Мен мынау консулдың алдына хабарласып тұр едім сізге. Полиция келіп тұр дейді, біз полиция көрген жоқпыз. Мында осы консулдың алдында полиция кісіден сұраңызшы, мында полиция көріп тұр ма екен? Айтыңызшы, мында полиция бар ма жоқ па? Полиция жоқ көріп тұрсыз ғой,
Иә, полиция жоқ. Жаңа сіздердің оператор айтады, полиция өкілдері бар, сонда прокурор да бар дейді. Прокурор келді, айқайлап, сіздің артынан кетіп қалды, мына кісілердің сөзіне дұрыс жауап бермей. А полиция көріп тұрған жоқпыз. Иә, Алматы қаласындағы Қытайдың консулствосы. Байтасов көшесі 12. Көшесі 12, аха. Мен күн болады, бай болады. Осы мен 3-ші рет звондауым сіздердің полиция бөліміне, кезекші бөлімге. Бұл жерде бүгін 32 күн болды, апалар Қытайдың консулдығына өз наразылықтарын білдіріп жатыр. Соңғы 10 күнде апалар белгісіз жағдайлармен талып қала береді, құлап қала береді. Мына жақта именно осы консулдықтың алдында байланысты бұғаттайтын құрылғылар қойылған және дауысты зорайтқыш үлкен аппараттар қойылған. Соның әсерінен бұл кісілер бастары айналып талып қала береді, қан қысымдары тоқтаусыз көтеріледі, жүректері қатты соғады, қысылады, бастары айналып құлап қала береді. Бүгінгі күні тура апалар тұрып жүрген жерге белгісіз бір улы зат шашқан болуы мүмкін деген бұл кісілер күдікте болып жатыр қазір. Себебі сол жерде апалардың барлығы бүгін 4 адам құлап қалды аяқ астынан. Жедел жәрдем келді. Енді біз сіздерге осыдан 45 минут бұрын полицияның жедел тобын жіберуді сұраған едік, эксперт адамдармен бірге. Осында қандай да бір улы зат шашылды ма, жоқ па, соның анықтап берсеңіздер деген өтінішпенен. Өкінішке орай 45 минуттан бері ешқандай полиция өкілі келген жоқ. Жедел топ жіберіңіздерші, осында тексеретін арнайы эксперт мамандар жіберіңіздер, өтініш мамандар жарай ма? Жай ғана келіп қағаз толтырып, протокол толтырып кетіп қалған адам керек емес. Заңды түрде жұмыс жасайтын эксперт адамдарын жіберіңіздер, өтініш. Жоқ, күткенде мында 45 минут күтіп жатырмын, менің жақта тікелей эфир түсіріп жатырмын бір жағынан, білесіз ба? Бір жағынан тікелей эфир түсіріп жатырмын. Иә. Түсінікті. Тезірек жіберіңізші, өтініш. Алейкум ассалам. Секебай, бауырым, қайсың? Апаларымның құлап қалғанын көріп, тізгін ұшында жетіп келдің ба? Мәселе ода дейміз қой, бір кісі келді жаңа сот ұстаймыз деді ме, бірден келіп? Жоқ, ұстаймыз деген жоқ, жаңа прокурор келіп, бұл кісілердің осы іс-шарасының заңсыз екенін, осындай іс-шара өткізу үшін алдын ала әкімдікке хабар беру керек екенін түсіндіру жұмыстарын айтты. Бірнеше мәрте хабарладыңыздар әкімдікке? Әрине, бұл кісілер осыған дейін әкімдікке 2 рет өздерінің хаттарын жазған. Яғни осы Қытайдағы туған туысқандардың қамалып отырғаны туралы өздерінің наразылық білдіретін топтық түрде жазылған, содан кейін жекеше түрде жазылған. Өкінішке орай сол екі өтінішке де рұқсат етілген жоқ. Сондықтан бұл кісілер шарасыз, рұқсат берілмесе де өздерінің туған туысқандарын іздеуге мәжбүр болып тұр. Себебі білесіздер, осы Қытай консул лагерінде отырған Ақиқат Қалиоллаұлының әкесі қайтыс болды осы жақын кезде. Бізде енді туған туысқандарымыздың сондай трагедия басында келмесіне ешқандай кепіл жоқ. Сондықтан біз енді тез арада туған туысқандарымызға араша болу мақсатында қолдан келген бар мүмкіндікті қарастырып істеп жатырмыз. Сонда мен түсінбейтінімді, қайсыңыз 2000 адам бар жоқ деп солардың көбі мысалы жегелер былай қарасаңыздар, менің жатырым, менің ережем дейді, ол қандай сөз ол? Оның жатырына кім ереже тұқып қойған апарып? Ал соларға рұқсат береді. Қазақтың мүддесіне түк пайдасы жоқ. Шығыс Түркістандағы гендік қырғын болып жатқанға рұқсат бермейді. Гейге рұқсат бар, генге рұқсат жоқ. Сонда бұл қандай түсінік? Гейге рұқсат бар, генге рұқсат жоқ. Генге рұқсат жоқ. Сонда гендік қырғын жүрілсе жүріле берсін, бірақ гейлікке ешқандай бір тосқауыл болмасын деген сөз бұл. Біздің демократия осы қазір. Бұл әкімдіктің өзі не ойлап, не қойып жатқанын білмейді қазір. Апалар бағана анау консулдықтың анау сол жақ шетіне таман тұрған еді. Күнделік тұратын жері сол. Ардақтың 4-еусі құлап қалды. Енді бұл кісілер сәл жақында жерге келіп тұр. Әбден жарап кеткенде шығарсыздар. Айтатындарыңызды айтып, негізі тезірек қайсақ қой жақсы болатын еді әрине. Мынау ана дауыс ұрақшы қоспай тұрған кезде айтатындарыңызды айтып алыңыздар тезірек енді. Бағанағы анау улы аймақ деген күдік бар жерге жақындамасаңыздар, кішкене былай таман тұрсаңыздаршы. Қазір тағы да құлаққа жүрмеңіздер. Мынау әр жерден келіп жатыр, мысалы прокуратура дей ма, әкімдік дей ма, бізді тоқтатқысы келеді бәрінің. Күнде айтатыны заңсыз. Сонда мына
Алматы облысының әкімі не істеп отыр? Келіп бізге айтпай ма? Біздің жағдайымыз көрмей ма? Не себепті тұрғанымызды, қандай халде тұрғанымызды, болмаса мына Қытайға кіріп айтпай ма? Бас прокуратура деген қай жерге болса да бастығып кіре алады. Мына Қытайға айтпай ма? Мыналар не үшін келіп отыр? Неге мыналарға жауап бермейсің деген сөздері жоқ, бізге келіп күш көрсетеді. Сонда біз солардан қорқып қалатын қамаймыз дейді. Қамаса қамасын, біз Қытайдағы туыстарымыздан жанымыз артық емес. Қамалуға да дайынбыз. Нақтылы не айтты? Егер осы шараларыңызды тағы да жалғастырсаңыздар, қамаймыз деп айттың ба сонда нақтылы? Иә, оны қамаласыңдар, бұны ары қарай жалғастырсаңдар дейді. Енді біз бұл бағытымыздан ешқашан таймаймыз. Күнде келеміз. Біздің сыртқы істер министрі бізді келсін деп айтқан сияқты бірден қабылдаймыз деп. Мен әрді арыз апарғанда маған міне 17 жыл болды. Әрді арыз апарғанда олар менің арызымды алмайды. Сіздің жағдайыңызды беске білеміз, жарайды деп арызымды алмайды. Мен сыртқы істер министріне бармаймын. Енді менің айтатыным осылай үнсіз жүрсе, үйінде жатса, мен 17 жыл жүрдім. Енді бұлар қанша жыл жүрмеді сонда? 5 жыл болды міне алдына. Алдына 5 жыл, артына 3 жыл болыпты. Не масқара мынау, не деген сұмдық? Біз бұл бағытымыздан ешқашан таймаймыз. Менің адам отбасына оралмағанға дейін мен бұл әрекетімді тоқтатпаймын. Кімнің болса да алдына бармаймын. Бас прокуратура, генеральный прокуратура дейді. Соның алдына бардық. Сонда бізге айтқаны сендер қайта беріңдер. Астанада бір ай жаттық. Генеральный прокуратура қыздың аты кім? Сәуле деген қыз қабылдап бізді. Сендерге біз онлайн Қытайменен келіссөз жүргізіп, сонда сендерге онлайн бізге жауап онлайн сендерменен онлайн сұхбат өткіземіз деген. Әмин, Алла акбар, міне 4 ай болды. Масқара ғой, енді генеральный жаңағы прокуратурасы келіп бізге заңсыз дейді. Сонда не біз үндемей өлуіміз керек па? Туыстарымызды іздемеуіміз керек па? Не масқара мынау? Жаңағы Астанада генеральный прокурор Сәуле деген сайт дейміз, онлайн түрде. Онлайн түрде. Қанша уақыт ішінде? Қанша уақытта болады деді? 15 күн ішінде деді. Бірақ одан бері 15 күннің ішінде онлайн сөйлесеміз деген. Яғни 15 күн деп айтты, бірақ 4 ай болды, әлі хабар жоқ дейсіз ғой. Сонда анау құзырлы орындар сөйтіп өтірік айтып отырғанда басқалар не істемейді? Ол кісі сонда генеральный прокуратурада жұмыс істейтін кісі ма, Сәуле деген кісі? Сәуле, генеральный прокуратура деп айтты ма? 15 күнде жауап береміз деді, бірақ 4 ай болды, әлі жауап берген жоқ, Жоқ, берген жоқ. Енді сыртқы істер министрлігі шақырады деді. Жалпы сіздердің осы уақытқа шейін қаншама рет жаздыңыздар сыртқы істер министрлігіне хаттарыңызды? Оны айтып жеткізе алмаймыз. Оны қанша рет алдына бардық. Бір ай артында еріп жүрдік. Көттерінен еріп жүрдік. Сонда Қытайдан келіп атқан аэропланды білдік біз сол жерде. Қытайдан келіп атқан аэроплан жаңағы билеті қанша екенін білдік. Сонда Қытайда жатқан менің шалымның паспорты бәрі дайын. Соған айттық қой, енді мына телефонменен ач, паспортыңды бер деп бір ауыз айтты ананың бастығын Қытайдағы десек. Соны айта алмады ғой. Соны айта алмады. Енді сонда қандай үміттем? Ана паспортты бере сал, бер қарай айыппұлымен әкеліп деп бір ауыз телефонмен айтты, соны айта алмады. Сонда бұл не масқара мынау? Сонда біз кімге барамыз? Сонда үйде отырып осылай өлуіміз керек па не? Біз ашыққа шықтық. Енді аянбаймыз. Аяғымыз жеткен жерге дейін барамыз. Әкеп берсін адамымызды. Түрмедегілерді босатсын. Намаз оққан үшін кінәлі болыпты көбі, міне. Мынада тұр міне. 7 жастағы кемпірге дейін намаз оққан үшін кінәлі болып 15 жылға сотталып жатса, сонда біз қарап отырамыз ба? Құлақ тереңдер отыра берсін, көлік соқырлар отыра берсін. Аз соқыр емеспіз. Біз жүреміз ары қарай. Жүре береміз өстіп. Аяғымыз жеткен жерге барамыз. Тоқтатпаймыз біз ешқашан. Ана бір үйден 4 адам жатыр әнеде тәні. Сіздің әулетіңізден 4 адам сонда сотталып отыр ғой, Иә, 4 адам менен. Күйеу баласы менен 2 қайсыңыз. Бір күйеу балаңыз, 2 қайсыңыз, тағы бір балаңыз. Иә, өзім балам менен. Сізге қатысты 4 адам сотталып отыр. 10 жылдан, тоқтатпаймыз, жалғастырамыз. 6 жылдан. Сотталып жатыр менен. Міне, мына апамыздың мінекей өз жолы 3 келіні Қытай консул лагеріне қамалған. Апамыз 4 жыл бойы арыз жазып, әйтеуір 3 келіні шығарып алды. Енді тағы 3 жолы мінекей мына сол жақтағы ұлы 22 жылға, ортадағы ұлы 22 жылға, оң жақтағы ұлы 10 жылға сотталған. Дұрыс қой, апа, бәрінің санын қоссаң 54 жыл.
Tursunay apamыздың да жақындары. Жолдасым 10 жылға, шәкемнің баласы 10 жылға. Күйеуінің күйеуі ол жолдасы 10 жылға, кішекесінің баласы 10 жылға. Саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Біз сізге Байтасова 12 көшесі хабарласып тұрмыз. 1 сағат болды, полициялар келген жоқ қой, бұл не сондықтанда? 1 сағат болды ғой, 11:36-да алғашқы қоңырау шалғанмын. Мінекей 12:33 болды, 1 сағат болды. Қайталанып жіберді. Жоқ, сонда не сонда? Bir қаланың ішінде тұрып, Медеу ауданында тұрмыз. Аудандық полициялар сонда 1 сағат бойы келуге мүмкіншілік жоқ па, айтыңызшы? Ақпаратыңыз қайталанып жіберілді. Өтініш сізге болмаса Медеу ауданынан звондап сұрап біліңіз. Неге жоқсыздар деп. Жоқ, мен білмеймін ғой Медеу ауданының номерінің қандай екенін. Айтып берейінші, ағай. Айтыңызшы, полиция қанша уақыттың ішінде келіп болуға міндетті, айтыңызшы. Уақыты бар ма, неге заң бойынша? Мен оны айта алмаймын, өйткені мен операторым, тек қана ақпаратыңызды түсіндім. Енді полицияға қоңырау түскеннен кейін қанша уақыттың ішінде келіп болуға міндетті? 1 сағат болды, әлі жоқ қой. Тоқтаңызшы, мен сіз қазір статусменді қосам, күтіңіз. Қосыңыз, аға, рахмет. Саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Мынау Алматы қаласы Байтасов көшесіне хабарласып едік, Байтасов 12-ден. 1 сағат болды, полицияға қоңырау шалғанға әлі ешкім келген жоқ. Қалың орында тұр еді, участковый тұр ғой? Жоқ, орында тұрды деп сіз екінші рет айтып жатырсыз. Ешқандай полиция келген жоқ бізге. Айтыңызшы, неге өтірік айта береді, орында тұр деп? Бағана айтқан, орында тұр, полиция келді деп. Полиция келген жоқ, 1 сағат болды, келген жоқ. Сіз айтыңызшы, мында бір күзетші полиция бар, сұраңыз, неге полиция келді ма, келмеді ма? Айтыңызшы, полиция сонда бар. Полиция келді ма, айтыңызшы. Жоқ, естіген жоқ қой. Полиция келді ма, келмеді ма, айтыңызшы. Сіз көріп тұрған жоқ. Ау. Мында полиция басын шайқайды, бірақ дауысын естімей тұрмыз. Ау. Полиция келді ма, келмеді ма сұрап жатыр, айтыңызшы, бар ма, жоқ па? Ау. Түсінбедім. Мында күзетші полиция бар, консулдың өзінің полициясы. Тек қана басын шайқай береді, бірақ сөйлемей жатыр сізге. Полиция келді ма, айтыңызшы, келмеді ма? Айтып жатыр, тұрды деп осында. Қатты айтыңыз, қатты естімеді. Естіп тұрсыз ба? Алло. Полиция қайда тұр, айтыңызшы, қайда тұр, қайда? Полиция деген Байтасова деген көшенің бойында тұр. Бізге Байтасованың бойы емес, Байтасова 12 Қытай консулдың алды керек. Қытай консулдың алдында тұрмыз ғой. Неге келмеді полиция? Сіздің өзіңіз не болады? Мұнда 4 апа талып қалды, есінен құлап. Осында наразылыққа келген. Бұл кісілердің айтуынша осында қандай да бір улы зат шашылған болуы мүмкін дейді. Соған жедел топты шақырып жатыр. Енді сіз айтасыз, полиция кеп тұр дейсіз. Қайда кеп тұр? Ау! Мен осы жерде азаннан бері осындамын. Ешқандай полиция келген жоқ. Ау! Жедел жәрдем у шашпайды деп айттым ма не?
Eштеке шашқан жоқ деп айтты. Ау. Бұл жерде қойған адамдар қоғамға емес деп айтты. Жоқ, сіздер неге өтірік айтасыздар? Полицияның өкілдері болып тұрып. Жедел жәрдем келді, тек қана осы кісілердің қан қысымын өлшеді, болды. А мен сұрадым, мына жақтағы менде барлығы видео, аудио запись бәрі бар. Телефонды қасыңызға алып сөйлесеңізші. Ау. Телефонды қасыңызға алып сөйлеңізші деймін. Телефон менің қасымда тұр, мына жақта мынау Қытай консулдықтың мынау дауысты зорайтады аппараттары арқылы естілмей тұр сізге, түсінтірсіз ба? Қараңыз, жедел жәрдемнің екі жедел жәрдем көлігі келді. Олар ешқандай мынау жерден ешқандай анализдер алып тексерген жоқ. Тек қана апалардың жедел жәрдем адамдары апалардың қан қысымын тексеріп, сол кісілерге дәрі уколдарын беріп кетіп қалды. Ал мына жақтан у шашылды ма, шашылмады ма, ешқандай анализ алған жоқ. Өйткені олар айтты, бізде онда мүмкіншілік жоқ деп. А сіз айтып тұрсыз, жедел жәрдем айтты, ешқандай у шашылған жоқ дейсіз. Сонда не, жедел жәрдем удың бар жоғын тексеруге келді ма сонда осында? Жоқ, жедел жәрдем адамдарға көмектесуін келді, дұрыс па? Иә. Тексеру үшін. Иә. Адам уланған болатын болса бір нәрседен. Иә. Оларды басқа жаққа алып кетеді. Иә. Басқа ауруханаға. Иә. Еден олардың уланған. Иә. Оларда жедел жәрдемнің қызметкерлері адамдар уланбаған деп айтты. Олардың қан қысымдары көтерілген. Соған байланысты біз оларға жедел жәрдем көрсеттік те кеттік деп бізге түсіндірді. Енді сіз маған айтыңызшы, 4 апа артынан құлап қалды. Не үшін құлап қалуы мүмкін? Егер оларға ешнәрсе әсер етпесе. Жедел жәрдемнің айтуы бойынша қан қысымы көтерілді. Соған болады деді. Енді қараңыз, жедел жәрдемнің қолында ешқандай құрылыс. Енді менің де басым, конечно, айланып тұр, бірақ мен ер азаматпын ғой, 40-қа келген. Денсаулығым құдайға шүкір кішкене жақсы, үлкен кісілерге қарағанда. Полиция қызметкерлеріне құлаққа майданда мен көріп тұрмын, GPS-пен полиция қызметкерлері Иә. Жоқ, сонда сіз өтірік айтып тұрсыз ба? Жоқ, мен сізге өтірік айттым ба? Мен тікелей. Жоқ, мен сізді жаңа немен қарап айттым. Сіздің аты жөніңіз кім, айтыңызшы? Аты жөніңіз кім? Чебенов фамилиям. Кім? Чебенов. Қай бөлімнен хабарласып тұрсыз? Мен сізбен хабарласып жоқпын. Алматы қаласының полиция департаментінде. Енді қараңыз, осы консулдың алдында полиция тұрады, консулдық күзететін. Сол полиция айтып тұр, келген жоқ, көрген жоқпын деп. Сіз сонда өзіңіздің полицияға сенбейсіз ба? Енді сіздің полиция келіп алып бізге көрінбей, бір бұрышта тығылып тұрса, біз қайдан білеміз оны? Сіз айтыңызшы, полиция келді ме, келмеді ме мұнда? Жоқ, айтсаңызшы сіз. Білесіз ба, тікелей эфирде басында хабарласасыз. Мынау сіз естімей жатыр, мынау полиция естімей жатыр. Айтыңызшы, бар ма жоқ па? Міне, біздің Қазақстан Республикасындағы полициялар тек қана басын шайқайды. Сізге бар или жоқ деп айтуға бұл кісінің шамасы келмей тұр. Түсінесіз ба? Мұнда полиция тұр, мен сұрадым. Полиция көрінуі бұл кісі басын шайқап жатыр. Бірақ сөйлемейді. Неге, айтыңызшы? Алло. Алло. Мұнда полиция тұр. Осында күзетші полиция, түсіндірсіз ба сіз мені? Жоқ, мынау күзетші полиция, осы консулдың күзетшісі, түсіндірсіз ба мені? Иә, мен сол полиция сұрап жатырмын, полицияны көрдіңіз ба, келді ме дедім, жоқ, келген жоқ деп басын шайқайды. Бірақ сізге сіз естіген жоқсыз, өйткені ол кісі ауызбен айтпайды, тек қана басын шайқайды. Мен ол кісіні тікелей эфирге түсіріп тұрмын. Сіз түсіндіңіз ба мені? Иә. Енді бір полиция келе жатыр, жалғыз өзі, енді біреу келді. Иә, бір полиция келді. Саламатсыз ба? Сіз полициясыз ба? Шақырумен келдіңіз ба? Қашан келдіңіз осында? Мен енді ғана келіп тұрмын. Енді келіп тұрсыз ба? Енді сізді бағана келді деп айтып жатыр. Енді қабылдап тұрмын. Сіз кешегі формасыз келіп бізді видеоға түсірген жігітсіз ғой, дұрыс қой? Мен сізді танып тұрмын, дұрыс қой, е? Кешегі видеоңыз менде бар. Жоқ, кешегі видеоңыз менде бар. Сіз кеше формасыз келіп тұрсыз, мойындап тұрсыз ғой, е? Мен сізді кеше сұрадым, сіз кімсіз деп. Сіз айтқан жоқ сөзіңізді. Бүгін полиция болып келіп тұрсыз, дұрыс қой? Лейтенант полиция, атыңыз кім? Айтенов Ернар. Кешегі киімсіз келген полиция сізсіз ғой, түсіндім, жақсы, рахмет. Жедел топ өкілдері қайда, мына экспертиза жасайтын адамдар қайда? Ау? Жоқ, апалар уланып құлап жатыр мұнда. Соны кім тексереді? Неге алып келмейсіз эпидемиологтарды? Неге алып келмейсіз? Кім алып келеді?
Мен полицияға звондадым ғой, маған скорый жіберіңдер, эксперт жіберіңдер деп. Bir adam өзі келмесін, ештеме шешпейтін. Сіз аласыз қазір, папкалап келесіз қазір, толтырасыз, болды. Мені ғана өшірге жіберді, мен оны білмеймін. Эпидемиологтарға звондап Сіз мыналарға айта аласыз ба, мынау дауысын басып қойшы, біз сізді естімей тұрмыз. Біз сізді естімей тұрмыз, мынаны өшіріп қойсын айта аласыз ба? Біз посольствоға бара алмаймыз. Бара алмайсыз ба? Жақсы, онда кішкене алыстау жерге барайықшы. Посольствоның алдындағы дыбысты зорайтын аппараттан біз естімегендіктен мына кісіні бері шетке шақырдық. Мен сізге түсіндіріп айтайыншы. Мен полицияға қоңырау шалып, 102-ге айттым. Осында бүгін 8 апа, 8 ана наразылыққа шыққан болатын. Сол 8 адамның 4-еуі талып қалды. 4-еуі. Сол 4 адамның талып қалған себебін ол кісілер мынау Қытай консулдың алдындағы мынау магнитті құрылғылар, сосын мынау дыбысты зорайтқыш аппарат, және де сол кісілер тұрған орынға қандай да бір улы зат шашылған мүмкін деген күмәнменен айтты. Енді мен полицияға қоңырау шалып, арнайы тексеретін жұмыс тобын жіберуін сұрадым. Bir adam, жеке bir adam жібермеңіз, себебі бір адам келсе, ол кісі ешнәрсе шешпейді. Тек қана протокол толтырып, форма орындап, кеткенің бізге пайдасы жоқ. Бізге нақтылы жұмыс істейтін, осы мәселені шешетін жедел жұмыс тобын жіберіңіз деп сұрадық. Ол следственная оперативная группа, ондай тоже олар нетпейді, қарамайды. Бізге эпидемиологтар керек, иісті нететін қарайтын. Мына Қытай консулдығының алдындағы мына аппаратты тексеретін қандай құзырлы орган бар айтыңызшы? Мына жақтан адамдарға жоқ, қараңыз. МИД ол дипломатиялық қатынастар жасайды ғой. Мына жақта мына Қазақстанның аумағында Қазақстан халықтарының денсаулығына зиян келетін электрондық құрылғылар қойылуда. Біздің денсаулықты қатты әсер етіп жатыр. Қазақстан аумағында Қазақстанның азаматтарына Қытай консулдығы жағынан зақымдар келіп жатыр. Енді осы аппаратты келіп тексеретін, қарайтын кім бар айтыңызшы соны? Кім оны қарайды, кім тексереді? Сіз ешнәрсе тексермесеңіз, ешнәрсе білмесеңіз, неге келдіңіз? Мен участковый өшірдегі участковый. Жоқ, мен участковый шақырған жоқпын. Мен айттым, осында жедел жұмыс тобын жіберіңіз дедім. Осындағы болып жатқан жағдайды тексеруге мүмкіншілігі бар. Группада тексере арнайы мамандарды жіберіңіз дедім. Полиция тексере алмайды оның бәрін. Ол запроспен ғана МИДқа. Солар ғана тексереді. Ал енді мына посольствоның алдындағы апалар тұрған жерден қандай да бір анализдерді алып, соның тексерсін жедел топты шақырып талап еткен едік. Сізге қазір номерларын берейін, адресын айтады. Жоқ, сіздер полиция арқылы шақырыңыздаршы, олар бізді тыңдамауда түсінбеуде мүмкін. Полицияға звондаңыз, полиция арқылы солар келсін. Сіз арыз жазасыз ба осы шақыру бойынша? Жоқ, мен сіздерді жедел топты шақырып тұрмын, жедел топты. Білесіз ба, жедел топ, мен сізді бір адам шақырған жоқпын. Жедел топ келіп осы болып жатқан істі тексеруін сұрадым. Жедел топ ондай мені тексермейді. Кім тексереді? Кім тексереді айтыңызшы? Эпидемиологтар тексереді. Неге олар келмейді? Неге олар келмейді? Сіз соларға звондау керексіз. Енді мен полицияға звондап айттым ғой, соларды шақырсын деп. Онда сіз қазір ефимдіға звондаңыз, ефимділер келсін осында, тексерсін. Енді осы шақыру бойынша арыз жазасыз ба? Осыған дейін жазған арызымызға неге жауап жоқ? Осыған дейін шақырдым ғой. Тағы да шақырдым. Келді, папканы алып, жазып кетті. Қайда ол? Жақсы, енді осы бойынша арыз ба, түсініктеме бірінші жазасыз ба? Жоқ, бізге келіп тексеру керек. Біз арыз жазып... Звондап берем сізге эпидемиологтарға. Ефимдіға звондаңыз, келсін. Мен бойынша, шақыру бойынша сіз не жазасыз? Мен арыз жазамын шақырған жоқ, мен осында келіп нақтылы жағдайды тексерсін деп едім, тексерсін. Эксперттер келсін дедім, эксперттер. Себебі сізге дейін участковый келді. Сізге дейін участковый арыз жаздық. Сонда міндетті түрде күн сайын арыз жазу керек па? Bir жолғы жалған арыз қаралмай ма? Звондап сұраңызшы, алдындағы арызға не болды, кім қарап жатыр, қазір біліңізші? Жоқ, қазір менің көзімде звондап. Ол арыз кім, рассмотрение кімде ол? Ол бойынша білмеймін. Жоқ, сіз қазір звондап білсеңізші, сіз Медеу ауданына звондап біліңіз. Осы шақыру бойынша сіз арыз жазасыз ба?
Жоқ, жоқ, айтыңызшы, өткенде алдында жаздық арыз. Неге жауап жоқ сол арыздан? Біз сонда күн сайын арыз жазу керекпіз ба? Участковыйға соны сұрақты қойыңыз. Енді сіз бәріңіз бір сатыңыздар ғой, бір сіз медеауданнан келіп тұрсыз, дұрыс қой, медеауданнан. Я одан медеауданнан. Енді звондап сұрасаңызшы кімде екенін қазір. Регистрацияға звондап сұраңыз. Регистрацияға қазір звондаңыз. Сұрау керек, барып сұрау керек. Мынау 21 ғасырда технология дамыған заманда не үшін ары бері бару керекпіз? Қоңырау шалып, телефонмен звондамайсыз ба? Жоқ, сіз маған біліңізші, алдыңғы арыздың нәтижесі қайда? Сұрап алыңыз, кімде ол екен? Мен білмеймін кімде екен. Онда қазір екілдігі звондаңыз, екілдігі. Звондаңыз. Осы. Я қоңырау шалыңыз енді. Звондадыңыз ба осы жерге? Жоқ, звондаған жоқпын. Осы организацияға? Жоқ, сіз звондап бізге шақырып беріңізші. Иә. Нешеге звондау керек? Жоқ, енді адамдар уланып жатыр енді. Мен бағана 102-ге звондап, осындай тексеретін жедел топ жіберсін дедім. Мен білмеймін ғой, кім тексеретін. Енді сіз маған звондап шақырып берсеңізші енді. Жоқ, сіз қазір маған звондап беріңізші қазір. Сіз звондап беріңіз енді. Сіз полициясыз ғой. Біз қарапайым халықпыз. Я вам говорю то, что мы только обеспечиваем общественный порядок. Қоғамдық тәртіпті ғана. Іс бойынша мы ничего не сможем сделать по этим запахам. Кешіріңіз, мен шетел тілін түсінбеймін, маған мемлекет тілді айтасыз ба? Сол іс бойынша біздің полномочиямыз жоқ ол жақта қарайтын осыны. Шешпейсіз ғой еш нәрсе? Іс бойынша жоқ, іс бойынша жоқ. Енді кім шешеді? Қоғамдық тәртіп бұзып, бұзылмаса, иә біз соны қарап тұрамыз. Сұрағым бар. Осы иісті кім тексереді, соны бізге шақырып беріңізші, шақырып беріңіздер. Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы Мединского района. Айтыңызшы номерін, мен звондайын. 3 номер бар, түсіріп алыңыз фотоға. Нормально ма? Қазір машина. Арыз осы уақытқа дейін жаздық. Арызды, мен сізге айтайын, осы уақытқа дейінгі жазылған арызға бізге тез жауап берсін. Күнде арыз жазу шарт емес шығар? Өздеріңіз куә болғандай, полиция келді деп мінекей бір сағаттан асқанда әзір келді. Енді біз негізі осы мәселені тексеретін жедел топты шақырған едік. Осы апалардың неден уланғанын болмаса сондай бір заттар шашылды ма, соны сұрап едік. Өкінішке орай онда ешқандай бір жедел топ үйме келген жоқ. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осы аумақ апалардың 32 күн бойы шығып жүрген жері наразылыққа. Осы аумақта апалар қандай да бір зат, улы зат шашылған болуы мүмкін деді. Сол үшін құлап қалған шығармыз деп бұл кісілер өздерінің түйсігін айтты. Өкінішке орай ешқандай арнайы тексеру қызмет адамдар келген жоқ. Бағанағы полиция жігіттің сөзін тыңдадыңыздар. Арыз жазсаңыз дейді, или жазбайсыз ба дейді. Өйткені біз осы уақытқа шейін бұл мағынада арыздар жазғанбыз, ешқандай жауап жоқ. Күнде арыз жазу шарт емес шығар, сол үшін біз арыз жазған жоқпыз. Енді қайтасыздар ма, болды ма енді? Айтатындарыңыз бар, айтып болдыңыздар ма? Әрине күн болса суық, бір күн үсіп, бір күн
Мен де құстым жаңа. Бірдеңе бар ма? Бірдеңе шашқан мыналар. Баяғы бізді келтірмеудің амалын істеген мыналар. Қазақты улау қайдады. Біз бірақ тоқтатпаймыз. Қашан кеудемізде жанымыз шыққанша бұны тоқтатамаймыз. Тоқтатпаймыз да, тоқтамаймыз да. Тоқтамаймыз. Жатқан балалар бостандыққа шықпайынша біз тоқтатпаймыз. Мына Алматы облысының әкімі келсін. Әкім. Облыс па, қала ма? Біз қалада тұрмыз ғой. Дұрыс. Алматы қаласының әкімі не? Алматы қаласының әкімі келсін. Бізден артық емес. Бәріміз бір пендеміз, Алла жаратқан. Бізге келсін, намыс қылмасын. Біздің жағдайымызды келіп көрсін. Мына Қытайға кіріп айтсын. Бізге келіп адамын жіберіп қойып, кешке шейін заңсыз дегенше, мына Қытайға кіріп айтсын, мына адамдар не қып тұр деп. Не қып тұр мына адам, не үшін тұр деп сұрасын мына Қытайдан. Жалпы осы тікелей эфирді пайдаланып Алматы қаласының әкімі Бақтияр Сағынтаев мырзаға не айтасыз? Қандай өтінішіңіз бар? Келіп бізді көрсін, біздің халімізді көрсін. Не болып жатқанымызды, қанша адамымыз түрмеде жатқанын көрсін. Міне, Ақштан Помпео мырза да келді ғой. Келіп біздің семьядағы осы Алматы облысы бойынша 5 семьяны шақыртып біздің мұңымызды тыңдады ғой. Мен ол Сағынтай мырза енді келетін жөні бар ғой. Сонда алты құрлықтың ар жағынан ақштың мемлекеттік қызметкері келді дейсіз ғой. Оған қарағанда осы Алматының әкімі неғып келіп қалымыз білмейді деп сол айтпақшысыз ғой. Таксимен, мәшінесімен 5 минуттық жол ғой, келіп тұрап, қасымызда бір 5 минут жағдайларын қалай деп. Жалпы осы сіздер Қытай консулының алдынан шыққалы 32 күннен бері Алматы қаласының әкімдігінен нақтылы адамдар келді ма? Біз енді білеміз, Рита ханым күнде келіп сіздерге мынау әрекеттеріңіз заңсыз деп ескерту жасайды. Бірақ нақтылы әкімдік жақтан сіздердің қалдарыңызды сұрап, нақтылы жағдайларыңызды білгісі келген адам болды ма? Жоқ, ешкім жоқ. Ешкім болған жоқ. Бізге тоқтат деп келді. Тоқтатсақ сіз қайда Тоқтамасқа ешкім келмеді ғой. Қазақ айтады, қазақ әдеті, мал құлақ. Адам ба, қазақ па, әлде? Ақш бастаған мысалы, Канада бастаған, Голландия бастаған, олардың өз Қытайдың жасап жатқан мына әрекеті геноцид деп мойындады. Ал біздің биліктегілер неге осыны мойындамай отыр? Сонда жаңа қазақ айтқандай мал құлағы саңырау деген рас болды ма? Бір малы жоғалып ессіз дейді. Сонда біз өз отанымызда жүріп Қытайдағы зардап шегіп жатқан туыстарымызды жоқтауға біздің құқығымыз жоқ па? Өз отанымызда жүріп мына жерде 32 күннен бері Қытаймен бір менің елшілігінің алдында зарлап, жылап алдымыз, қалып, улап жатырмыз. Бір әкімдік келіп, бір жоғарғы орыннан бір адам келіп, неғып жатырсыңдар деп біздің халымызды білген жоқ. Әмсілі халықтың жағдайын білеміз, халықтың мұң-зарын естиміз деген адамдар осы ма сонда? Қане біздің жағдайымызды білгені? Балаларымыз жоқтап келіп, өзіміз жылап, өзіміз жықылып, сүрініп кетіп жатырмыз. Сұраған ешкім жоқ. Әкім келсін, мына қаланың әкімі келсін. Келіп біздің халімізді білсін. Әулие емес қой, о да бір жаратқан Құдайдың пендесі келсін. Сіз сыртқы істер министрлігі осы жерге келіп, Қытай елшілігіне сыртқы істер министрлігін шақырып, келісімге келуін талап етеміз. Мұн жақта бір балаларыңыз сіздерге түскі ас алып келген сияқты? Осы сияқты қараған балаларымыздан келіп шайын ішесің, тәттісін жейсің. Апаларымызға түске әдетте плов алып келеміз ғой. Жаңағы қаланың әкімін шақырып едіңіздер, мына халықтың әкімі келді алдыларыңызға. Рахмет. Алла разы болсын. Аналарымыз жылап жатыр екен. Аналарымыздың жапа шегіп жатыр екен деп осы көмектесіп жатыр. Осы әкімдердің халықтан қай жер келмей, осы әкімдердің халықтан қай жердерін кем. Келсеңдер, келіп көрсеңдер, сендерді халықтың арасынан өмір көрмейміз. Ал сендердің есіктеріңе баратын болсақ, неше хатшының алдынан өтеміз. Не деген масқара, әкім болғандарың сома. Сендердің әкім болғандарыңа түкіргенім бар. Адам баласысыңдар ғой, біз адам жейтін адам емеспіз. Келіп біздің халымызды, жағдайымызды сұраңдар ертеңнен қалмай.
Қазақстанның азаматы халық ретінде қатаң талап қыламыз сіздерден. Біздің мұңдарымызды естіңіздер. Сіздер де әуелі Құдай, одан кейін осы халықтар қолдасын деп. Халқымнан айланайын, қара халқымнан айланайын. Құдайдың бір аты халық деген ғой қазақ. Әбден жаурап шаршадыңыздар кішкене. Мына балаларыңыз тамақ алып келіпті, тамақ ішіп, кішкене әлденіп алыңыздар. Өздеріңіз көргендей, мінекей 32 күннен бір аналарымыз мынау күннің суығына қарамай, ауа райдың қолайсыздығына қарамай, осы Қытай консулдығының алдында өздерінің жақындарына араша түсу мақсатыменен тынбай өз қарсылықтарын білдіріп келеді. Біз бұл кісілерге Алла қуат берсін, тез арада туған туысқандарыңыз, отбасыларыңызға оралсын деген тілек білдіреміз. Енді әрине біздің мемлекетіміз, елбасымыз, президентіміз, сыртқы істер министрлігі бұл іске жай ғана қарап отырмайды деп ойлаймыз. Тез арада бір жақсы шешім болады деген бір жақсы үмітіміз бар. Сонымен қатар мынау халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымдары, Америка құрама штаттары үкіметі, Еуропа парламенті, Еуропа үкіметтері осы іске араласып, қандай да бір көмек қолын созады, қандай да бір көмек жасайды деген сенімдеміз. Назар қойып көргендеріңізге, қолдаушы болғандарыңызға, барлықтарыңызға алғысымыз шексіз. Барлық осы әлеуметтік желіде бүгінге дейін қолдаушы болған барлықтарыңызға өте үлкен алғысымызды білдіреміз. Барлықтарыңызға рахмет. Бұл кісілер енді түскі ас ішіп әлденіп алсын. Аман сау болыңыздар.